Баршаңа сәлем достар. Бүгін 6 сынып математикасының 3-ші тоқсанына арналған бақылау жұмысын талдап көрейік. Бақылау мынандай 7 тапсырмадан тұрады. Бірінші нұсқасын бүгін қарап көрейік. Сонымен бірінші есеп: берілген теңдеулердің қайсысы мәндес? Мынандай 4 теңдеу берілген: А, Ә, Б, В дейді. Енді осыларды шешіп көрейік алдымен. Мәндес деген ол түбірлері бірдей. Яғни біздер қазір теңдеу шешеміз, x-ті табамыз. Сол теңдеулердің қайсысында x-тері, яғни түбірлері тең болса, соларды біздер мәндес деп айтамыз. Біріншісінде мынаған ұқсаған теңдеулерді жеке-жеке жазып нөлге теңестіреміз. Мысалы, мынаны x нөлге тең дейміз, сосын x қосылған 6 тең нөлге дейміз. Мына жерден біздер көріп тұрмыз, x 6 болады да, мына жерден минус 6 болады. Сонда екіті бір, мынау біріншісі, екіншісі бұл адағы жауап. Қазір әнді шығарып көреміз. 2 x қосылған 6 жақшада тең 18. Екі жағында 2-ге бөлеміз, екілер қысқарады. X қосу 6 тең, мына жақтан 18 2-ге бөлсек 9 болады. Сонда x тең 6 мына жаққа өткіземіз, 9 азайтылған 6 3 болады. Бұл әдегі. Енді бұны қараймыз. Енді бұл жерде бірден екі жағында 2-ге қысқартып жіберсек те болады негізі. Мына жерде x қалады, 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады жауап. Мына жерде минус 6-ны мына жаққа өткіземіз, плюс 6 болып өтеді. Сонда x тең 9 қосылған 6 тең 15. Сонда мынандай жауаптар болып тұр. Мына жерде минус 6 6, 3 және 15. Міне осындай жауаптар. Сонда бізде әдегі жауап пен бұдағы жауап екеуі тең болып тұр. Осылар мәндес. Сонда жауап Ә, Б деп таңдаймыз. Ол Д болады. Келесі: берілгендердің ішінен симметрия оси жоқ фигураларды таңдаңыз. Мынандай 6 фигура берілген. Симметрия деген сөз, мысалы, мына фигураның ортасынан біздер мынандай түзу жүргіземіз. Дәл ортасынан. Сосын қараймыз. Мына оң жағы және сол жағы, екі жағы бізде айна қатесіз екеуі бірдей болатын болса, егер біздер олар қазір былай беттестіретін болсақ, екеуі бірдей болатын болса, онда олар симметриялы болады. Симметрия оси бар деп айтамыз. Мына біріншісінде бар симметрия оси. Мына екіншісінде сендер қазір қалай қоймасыңдар. Мына түзуді негізі тек вертикал емес, қиғашынан да, горизонтал жіберсеңдер де болады. Бірақ қалай жіберсеңдер де мына симметрия таба алмайсыңдар қазір екіншісінде. Былай жіберсеңдер де, былай жіберсеңдер де, былай қарасаңдар да, бұл жерде симметрия оси жоқ. Бірінші жауап В болады. Б. Үшінші есепте де солай. Сендер қазір симметрия осыны былай жіберіңдер, мына екі жағы бір-біріне ұқсамайды. Немесе былай жіберіңдер, міне оң жақ, сол жақ ұқсамайды. Былай жіберсеңдер де таппайсыңдар. Бұда да жоқ. С-ны белгілейміз тағы. Енді үшіншісінде бар. Былай жіберсеңдер, бұл симметрия оси болады. Мына екі жағы симметрия. Үшіншісінде де, кейінгісінде де болады. Мына оң жақ, сол жағы да бір-біріне ұқсас болады. Бұда да бар. Соңғысында да жоқ. Қалай жүргізсеңдер де қазір, былай жүргізсеңдер де симметрия оси. Сонымен бұл жерде F. Үш жауап болады. B, C, F. Бұл фигураларда симметрия оси жоқ. Келесі: мына теңсіздіктерді қос теңсіздік түрінде жаз. А, Ә 2 есеп берілген. Бұл жерде енді оңай. Мысалы, 15 деген сан бір жағынан 7-ден үлкен дейміз да, екінші жағынан 20-дан кіші. Болды. Қос теңсіздік деген осы. Бірінші, екінші теңсіздік. Мына жерде де солай. Бірақ алдымен минус 5, кіші деп тұр ғой, кіші минус 1-ден деп жазып аламыз да, мына жағында минус 1, кіші 0-ден деп жазып аламыз. Сөйтіп, минус 1-ді ортаға жазамыз. Бір жағынан айтамыз, минус 1 ол минус 5-ден үлкен, ал екінші жағынан минус 1 ол 0-ден үлкен. 0-ден кіші. Сөйтіп, қос теңсіздік түрінде осылай жазылады. Міне болды, қарапайым ғана болады шешім. Келесі: төртінші есеп. Катер өзен ағысымен 3 сағат жүрген жолды ағысқа қарсы 4,5 сағат жүрді. Катердің меншікті жылдамдығы 25 км сағат болса, онда өзен ағысының жылдамдығы қандай? Жақсы. Біздер былай істейік. Мына кестені мен дайындап қойдым. Жылдамдық, уақыт және қашықтық. Осы 3 параметрлерін біздер жазып аламыз. Сосын катер бізде бірінші ағыстың бойымен жүзеді.
сосын ағысқа қарсы жүреді. Бізде екі жағдайды қарастырамыз. Сонда ағыстың бойымен дейміз мына жерге ағысқа қарсы деп бүйтіп дайындап жазып қоямыз. Сосын мына жерге міндетті түрде жазып қоюымыз керек. Катердің меншікті жылдамдығы 25 км сағатына. Ал бізге нені сұрап тұр? Онда өзен ағысының жылдамдығы дейді. Енді біздер теңдеу құрастырамыз ғой. Сондықтан оны біздер x деп аламыз. Білмейміз, белгісіз, қазір табамыз. Енді ағыстың бойымен жүзген кезде біздер білеміз. Өзен бізге көмектеседі. Катерға көмектеседі, яғни катердің өзінің жылдамдығы бар және ағыстың өзінің жылдамдығы бар. Катерді былай шыққан кезде итеріп жатады да, ол жылдамырақ жүреді. Сондықтан бұл жерде біздер 25 қосу x дейміз. Яғни катер мен өзеннің жылдамдығы қосылады. Ал ағысқа қарсы жүзген кезде катер қиналады. Өйткені өзен ағысына қарсы жүзеді. Былай шыққан кезде оның жылдамдығын тежейді, жылдамдығын алып қояды. Сондықтан өзен жылдамдығын азайтамыз біздер. 25 азайтылған x болады. Ары қарай катер өзен ағысымен 3 сағатта дейді. Мына жерге толтырамыз. Ағысы бойымен 3 сағат деп мына жерге жазамыз. Ал қарсы болатын болса 4,5 сағат деп қоямыз. Енді формуланы білуіміз керек бұл жерде. Мысалы, мына қашықтық және мына қашықтық қалай табамыз? S тең ол V көбейту T. Яғни жылдамдығы мен уақытын көбейтсек, біздер қашықтықты оп-оңай табамыз. Сонда не істейміз? 25 қосылған x-ті 3-ке көбейтеміз. Мен былай жазып қояйын. 3 көбейту 25 қосылған x. Сосын 4,5 жақшаның ішінде 25 азайтылған x. Міне басында ағыстың бойымен осынша километр жүреді, қайтарда осынша километр жүретін болады. Сағат жүрген жолда ағысқа қарсы 4,5 сағат жүреді. Былай шыққан кезде енді сурет былай. Баратын кезде ағыстың бойымен тура сол қашықтықты 3 сағатта жүреді да, қайтар кезде тура сол қашықтықты 4,5 сағатта жүреді. Яғни S барады да қайтарда да сол S. Яғни қашықтық 1. Олай болатын болса, біздер мына екі өрнекті теңестіреміз. 3 дейміз, жақшаның ішінде 25 қосылған x дейміз да, тең 4,5 жақшаның ішінде 25 азайтылған x. Міне екі жағын теңестірдік. Сөйтіп 3-ті 25-ке көбейтсек 75 болады. 3-ті x-қа көбейтсек ол 3x болады. Тең 4,5-ды 25-ке көбейтсек, енді бұл жерде 112,5 болады. Минус 4,5x болады. Енді білеміз, x-тарды әріптерді бір жаққа жинаймыз, сандарды бір жаққа жинаймыз. Сонымен 3x-ті қалдырамыз да, 4,5x-ті, минус 4,5x-ті сол жаққа өткізсек, ол минус таңбасымен плюс таңбасы ауысады мына жерге, тең 112,5 орнында, және 75-ті мына жаққа қарай минус 75 деп өткіземіз. 3x қосылған 4,5x ол 7,5x болады, тең 112,5-тен 75-ті азайтсақ, 37,5 болады. Ары қарай екі жағында 7,5-ға былай бөлеміз. Сонда ана жақта 7,5-дар қысқарып кетеді да, x-тің өзі қалады. Ал мына жер өтірлерді өшіреміз. Өткен өтірден кейін бір сан, сондықтан 375 бөлінген 75 деп қарастырсақ болады. Сонда 375-ті 75-ке бөлсек, ол 5-ке тең болады. Енді оралайық. X-те біздер басынан нені алдық мына жерде? Міне, X-те біздер өзен ағысының жылдамдығын алдық. Бізде нені сұрап жатыр? Онда өзен ағысының жылдамдығы қандай дейді? Болды, өзен ағысының жылдамдығы міне таптық біздер. 5 км сағатына. Болды, есеп осылай шығады достар. Келесі теңдеуді шешіңіз дейді. Андай модуль теңдеу берілген. Енді модульдің ережесі былай. Модуль x тең a деген кезде ол жерде екі шешім бар. Бізде модульдің ішіндегі сан не теріс бола алады, не оң мәнді қабылдай алады. Сондықтан осыған қарап біздер қазір былай істейміз. Бірінші және екінші дейді. Мен мына жерге қазір былай жазам. 2x қосылған 3 модульдің ішінде азайтылған 2 тең 5. Ол біріншісі. Екіншісі тура осылай болады да, бірақ оны біздер минус 5-ке теңестіреміз. Осы екі теңдеуді ары қарай шығарамыз. Минус 2-ні оң жақ қарай өткізсек, ол 7 болады. Өйткені минус 2 плюс 2 болып кетеді, 5-ке 2-ні қосамыз 7. Ары қарай 2x қосылған 3 модуль ішінде осылай қала береді. Бұл жерде жаңағы қолданған модульді тағы да қолданамыз. Яғни мына жерге тағы да бүйтіп жазамыз. 2x қосылған 3 тең 7 дейміз. Сосын 2 қосылған 3 тең минус 7 дейміз. Сосын тағы да 3-ті мына жаққа қарай өткіземіз.
2х тең 7 азайтылған 3 болады. 2х тең 4, екі жағында 2-ге бөлеміз, сонда 2-лер қысқарады, х тең 2 болады. Ол бірінші жауабы. Екіншісі тағы да 3-ті мына жаққа қарай өткіземіз оңға. 2х тең минус 7 минус 3. Сонда 2х тең минус 10 болады. Екі жағында 2-ге бөлеміз. Х тең 2-лер қысқарады, минус 5 болады жауап. Бұл екіншісі. Енді мынаны шығарып көрейік ары қарай. Минус 2-ні оң жаққа қарай өткіземіз. 2х қосылған 3 дейміз. Модульдің ішінде тең минус 5 плюс 2. Ары қарай 2х қосылған 3 тең минус 3. Бұл жерден бірден тоқтаймыз. Неге? Өйткені ереже бойынша модульдің өзі теріс мәнге теріс санға тең бола алмайды. Бұл ереже. Міне мына модуль теріс санға тең бола алмайды. Модуль теріс бола алмайды. Бұл жерден бізде есепті тоқтатамыз. Бұл жерде шешім жоқ. Сонымен жауап бізде не 2, не минус 5. Бұны тексеріп көрсеңдер де болады. Мысалы, мына x-ның орнына сендер 2-ні қоясыңдар. Сөйтіп 2-ге 2-ні көбейтсеңдер 4 болады. 4-ке 3-ті қосасыңдар 7, 7-ден 2-ні азайтасыңдар 5. Немесе осы x-ның орнына тағы да минус 5-ті қоясыңдар. 2-ге минус 5-ті көбейтесіңдер. Минус 10 болады. Минус 10-ға 3-ті қосасыңдар. Ол 7 болады. Минус 7 ғой, бірақ модульдің ішінде болғандықтан ол 7 болады. 7-ден тағы 2-ні азайтасыңдар 5. Сонымен жауап дұрыс. Ол 2 және минус 5 болады. Ары қарай теңсіздікті kx үлкен b түріне алып келіңіз. Мұндағы k және b бүтін сандар. Сонымен теңсіздік бұл жерде біздер ортақ бөлімдерге қараймыз. 5, 4, 2. Оның ортақ бөлімі бізде 20 болады. Мына жерде аламыз да қазір барлық теңсіздікті. Мына жерде қосылғыштар бізде міне 1 қосылғыш, 2, 3, 4. Осының барлығын біздер 20-ға көбейтеміз қазір. Сонымен көбейтіп шығайық. Мына 4-ның астына 1 деп есептейтін болсақ, қосымша көбейтгіш ретінде мұнда 20 барады, мұнда 4 барады, мұнда 5 барады, мұнда 10 барады. Егер түсініксіз болса, онда былай істесеңдер болады. Мысалы, әрқайсысын жаңа 20-ға көбейтеміз дедік қой. 20-ны 4-ке көбейтеміз, қосылған 20-ны 7х минус 3 бөлінген 5-ке көбейтеміз. Үлкен дейміз да 3х қосылған 5 бөлінген 4, оны да 20-ға көбейтеміз. Сосын азайтылған 3х бөлінген 2, оны да 20-ға көбейтеміз. Міне барлық қосылғыштар 20-ға көбейтіп шықты. Мына жерде 80 болады. Қосылған 20 мен 5 қысқарады. 1, 4 болады. 4 дейміз да 7х азайтылған 3 деп жазып аласыңдар жақшаның ішінде. Үлкен 20 мен 4 қысқарады. 1 болады, мұнда 5 болады. Сосын 5-ті аламыз да 3х қосылған 5-ке көбейтеміз. Жақшаның ішінде әрине. 2 мен 20 қысқарады 10. Енді 10-ды бірден 3-ке көбейте салайық. Мына жерде 30х-те былай жаза салайық. Болды. Енді ары қарай жақшаны ашамыз. 80. 4-ті 7-ге көбейтсек 28х. 4-ті минус 3-ке көбейтсек минус 12. Үлкен 5-ті 3-ке көбейтсек 15х. 5-ті 5-ке көбейтсек 25 болады. Және азайтамыз 30х. Енді жаңағыдай тура теңсіздіктегідей x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Теңсіздікте де осылай болады. 28х-ті қалдырамыз. Мына жерден бірден азайтып алсақ болады негізі. 15х-тен 30х-ті азайтсақ, ол минус 15 болады. Минус 15-ті сосын аламыз да, біздер сол жаққа өткізсек, ол минус 15х плюс 15х болып өтеді. Үлкен дейміз. Мына 25 орнында қала береді. 80-нен 12-ні азайтсақ, 68 болады. 68-ді сол жаққа қарай өткіземіз, ол минус 68 болады. Ары қарай мына екеуін қосамыз, болады 43х. Үлкен 25-тен 68-ді азайтсақ, болады минус 43. Дұрыс па? Я, 43. Енді екі жағында 43-ке қысқартамыз. Бөлім кетті барлығы. Х үлкен минус 1-ден. Сонда теңсіздікті біздер міне kx үлкен b-дан дегенді біздер осындай түрінде жаздық. K және b бүтін сандар дейді. Міне соған келтірдік. Мынаның алдында бір тұр міне. K ол 1-ге тең болады, және b ол минус 1-ге. Енді әрине оны бізден сұрап атқан жоқ, бірақ біздер осыны келтірдік деп көрсетіп жатырмыз. Ары қарай. 7-ші есеп. Координаттық жазықтықта A, B, C, D нүктелері белгілеңіз дейді. A, B және C, D нүктелерін жүргізіңіз. Сосын қосымша тапсырмалар берілген. A, B деп.
енді мен мына жерде координат жазықтыны дайындап қойдым, және осы нүктелерді мысалы қараңдар, а нүктесі ол 6, міне 0-ден бастайтын болсақ, міне x бойынша мынау x бізде, мынау y. X бойынша міне 6 және 6-ға көтерілеміз, мынау а нүктесі болады. Координатасы 6, 6. Сосын b минус 2, 2, міне x бойынша минус 2 және 2-ге көтерілетін болсақ, бұның координатасы 2, минус 2. Сосын c 4, 1-ге тең дейді. 0-ден баста 4-ке жылжимыз, сосын 1. Енді мына жерде 1 жазылмаған болса да, бірақ мына жерде біліп алуға болады. Өйткені мына 2 тең жартысы оның 1 болады. Сондықтан міне мына c нүктесі 4, 1. Одан кейін d нүктесі мынау болады бізде, ол минус 2, 4. Міне y бойынша 4, x бойынша минус 2. Болды, барлық нүктені белгілеп алдық. Сосын бірінші тапсырма а, б және с-ді түзулердің қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз дейді. Міне а, б деген мына түзу, міне. Мына бірінші түзу осылай жүргізіледі. Екінші д мен с-ны сызғышты былай қоясыңдар да, осы арқылы жүргізесіңдер. Осында екі түзу пайда болады және олар қиылысады. Мына нүктеде қиылысады. Осыны сұрап жатыр біздер. Оның координатасы қандай дейді? X бойынша ол ешқайда оңға да солға да жылжымайды. X бойынша а тапсырмасы. Мен мынандай жақша қалам. Ол 0-де x бойынша. Ал y бойынша нешеге көтерілеміз? 1, 2, 3, 4. Мына 3-те екен. Оның координатасы 0, 3 болады. Міне осылай бірінші тапсырманы біздер орындаймыз. А ол АБ түзуінің абсцисса осымен қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз. АБ түзуі, бірінші міне АБ түзуі, абсцисса деген ол x, о x түзуі. Міне мына түзу, міне мына түзу. Осы қай жерде қияды? О мына жерде қияды, мына жерде қиып өтеді. Оның ердің координатасы қандай дейді? Оны дайындап қояйық координатасын. X бойынша қарасаңдар, міне 0-ден бастап бізде қайда бара жатырмыз? Міне минус 6-да. Ал y бойынша көтерілеміз ба, түсеміз ба? Ешқайда да көтерілмейміз, түспейміз. Осы түзудің бойында қаламыз, сондықтан 0 болады. Өзі абсцисса деген кезде бірден ол y-ге 0-ге тең. Тек қана x-ін табасыңдар. Соңғы тапсырма c-ді түзуінің координата осымен қиылысу нүктесін. Енді керісінше координата осымен, яғни o y осымен қиылысатын нүктесін табыңыз дейді. Бұл жерде керісінше x 0 болады бірден, y-ін қазір табамыз. c-ді түзуі міне бізде, c-ді y-і 0, x-і 0 болады, міне ешқайда оңға да солға да жылжымайды, мына нүкте. Ал y-і 3-ге тең жоғарыға. Ординат осымен қиылысу нүктесі осы болады. Ординат осымен қиылысу нүктесі және мына бірінші тапсырма мен үшінші тапсырманың координаттары сол бір нүкте болып табылады екен. Сонымен осылай шешіледі достар. Мына ТЖБ-ның тапсырмаларының барлығы осылай болады шешімдері. Сұрақтар, түсініксіз жерлер болса, комментарийға пікір қалдырып кетіріңдер. Каналға жазылуды ұмытпаңдар, лайк басып, қоңырау басуды ұмытпаңдар.